Қандай жұмыстар жасаласыздар? Нақты. Қандай? Кім жауап береді? Нақты қазақ тілін дамыту үшін осы мектепте қандай жұмыстар жасаласыздар? Мен жауап берейін. Жауап бересіз мен сұрағыма? Мен сұрағыма жауап беріңізші, басқа нәрсе айтайын. Мектепте, басылып сөйлейік. Мектепте қазақ тілін дамыту үшін, мына жақта қазақ орта қалыптастыру үшін қандай жұмыстар жасаласыздар? Нақты. Нақты қазір қараңыз, тыңдаңыз. Аудандық олимпиада болды. Аудандық олимпиадаға 15 оқушымыз қатысты. Қай пән? Қазір айтамын, келе жатырмын осы пәнге. 15 оқушының 13-і жүлделі орын алып шықты. Соның ішінде қазақ тілінен аудан бойынша екінші орын алды оқушымыз. Сол екінші орын алған оқушымыз, бірінші орын алды оқушымыз аудан бойынша. Бірінші орын оқушымыз, жаңағы оқушының фамилиясын атамай ақ қояйын. Ол бізге қажет емес. Қажет емес. Сол оқушымыз қала көлемінде екінші орынға иеленді. Қала көлеміндегі конкуренцияны өзіңіз білесіз қандай екен, иә? Бұл дегеніміз біздің қазақ тілін, мемлекеттік тілді дамытуға өте үлкен жұмыс істеп атсалысып жатқанымыздың бір белгісі. Сұрақ. Ана бала қай сыныпта оқиды? Орыс сыныбында оқиды ма? Қазақ сыныбында оқиды ма? Қазір айтамын. Бұйрық бойынша қазақ тілінен олимпиадаға қатысатын оқушы өзге ұлттың өкілі болу керек, және оның анасы да, әкесі де қазақ ұлты болмау керек. Ұлт өкілі әзірбайжанлыс. Бұл олимпиада сонда қазақтар қатысамайтын олимпиада ма? Бөлек олимпиада ма сонда? Жоқ, бөлек емес, бұл аудандық олимпиада. Бірақ олимпиаданың талабы сондай. Сонда қалай? Қазақ сыныбында оқитын балалар қазақ тілінен олимпиадаға қатысамай ма? Ол қатысады. Қазақ тілінің, қазақ сыныбында оқитын балалар қазақ тілінен қатысады, ал орыс сыныбында оқитын балалар олар тек қана өзге ұлттың. Түсіндім, екі неге бөлінген ғой? Екі топқа бөлінеді. Енді түсінікті. Енді қараңыз, біздің мектебімізде жаңағы қазақ сыныбында оқитын сыныптар бар, қазақ тілінде оқитын сыныптар бар, және орыс тілінде оқитын сыныптар бар. Олимпиада екі бөлек өтеді. Енді осы жуық арада сенбі күні 7-ші және 8-ші сыныптар аралығында аудандық олимпиада болды. Жаңағы алдындағы айтқан олимпиада ол 5-6 сыныптардың арасындағы олимпиада. Енді 7-ші, 8-ші сыныптың арасында юниор олимпиадасы деп аталады. Юниор олимпиадасына қатысқан оқушыларымыздың 9-ы аудан бойынша жүлделі орын алды. Осыдан шығатын қорытынды сіздерде мектепте орыс сындағы балалар қазақша емін-еркін сөйлей ма сонда барлығы? Емін-еркін сөйлеу керек. Жоқ, емін-еркін сөйлеу керек, бірақ біз жұмыс істеп жатырмыз. Көрдіңіз бе, бірақ деп кеттіңіз. 7-8 сыныптың оқушылары қазақша сөйлей ма? Орыс тобы. Жаңағы 7-5 болсын, қай сынып болсын, орыс сыныбында оқитын балалардың бәрі қазақша жақсы сөйлеу керек.